Менің қалам бақыттың мекені, аспанымызға нұр қонып кетеді, асқарымызға гүл қонып кетеді, шаттығы шалқыған ақтөбем алтыным. Бұл музей Ақтөбе қаласының облыстық өлкетану музейі болып саналады. Бәріміз білетіндей, музей тарихпен тығыз байланысты. Сондықтан да ең алғашқы таныстыруымызды Ақтөбенің алғашқы ғимараттарынан бастайық. Менің ойымша, Ақтөбе тұрғындарының басты сұрағы Ақтөбе қаласының қалай пайда болғаны. Сонымен сұрағымыздың жауабы 1869 жылы көптеген көтерілістер басылған болатын. Осыны басу жөнінде патша үкіметі көптеген бекіністерді салған болатын. Сонымен біз Ақтөбе бекінісінің қалай құрылғаны және алғашқы ғимараттардың туралы баяндайтын боламыз. Ең алғашқы зерттеу нысанымыз бекініс орны. Көріп тұрғаныңыздай, осы алаң бұрынғы бекініс алаңы болып саналды. Қысқаша баяндай кетсек, 19 ғасырдың бастарында хан билігі жойылып, отаршылдық саясаты келген болатын. Осыдан кейін қазақ халқының жағдайы күрт қиындап кетті. Себебі көшіп қону шектетілді, сонымен қатар жер қысқарды және олардың жеке халық ретінде құлдырауына көптеген себептер болды. Сонымен қатар патша үкіметі онымен қоймай, өзінің озбырлығын осы жерді қазыналық мүлік ретінде жайырлаған болатын. Отарлық саясатынан кейін көптеген наразылықтар туындаған болатын. Сонан кейін бекіністер салуға жоспарға алынған болатын. Сол бекіністердің бірі Елек өзенінің маңындағы бекініс. Бұл жер арнайы Борх экспедиция арқылы таңдалынған болатын. Патша үкіметі төбе басында осы бекіністі салуға жоспарға алды. Сонымен 1869 жылы осы жерге бекініс салынған болатын. Бұл драма театрының орнына не болған білесіз бе? Ақтөбе қаласында алғашқы шіркеу ашылған болатын. Бекініс басшысы Павленко бұл көтерілісте, яғни мәжілісте осы туралы сөз қозғаған болатын. Сонымен 1888 жылы Ақтөбе қаласының орталығында 300 орны бар шіркеу ашылған болатын. Шіркеу Александр Невскийдің құрметіне ашылып, әулие Александр деген ат берілді. Бұл шіркеуде тек қана шоқындыру ғана емес, сонымен қатар мәдениет және білім берумен де арналасқан болатын. Шіркеудің жанында алғашқы қоғамдық кітапхана да ашылды. Ақтөбе қаласындағы Шыняз көшесіндегі тере-венерологиялық диспансер қаладағы ең алғашқы мектептердің болғанын білесіз бе? 1883 жылы осы мектеп бой көтерген болатын. Ол негізінен орыс және қырғыз мектебі болып саналды. Осы мектепке 50 ұл бала және 2 сыныптықтардан тұрған мектеп болды. Ғимараттың жалпы ауданы 988 шаршы метрді құраса, жалпы алаңы 1500 шаршы метрді құрайды. Бірақ өкінішке орай қазіргі кезде бұл ғимарат өзінің саласын атқармай, естелік ретінде сақталып қоймаған. Ақтөбе қаласында 1894 жылы қазақ қыздарына алған орыс-қырғыз әйелдер училищесі ашылған болатын. Бұл ғимарат қазіргі уақытқа дейін сақталуда. Кезіндегі қазақ қыздар мектебі қазіргі кезде Шахризада мейрамханасы болып саналады. Орналасқан орны Некрасова көшесіндегі 114 ғимарат. Қыздар мектебі 1895 жылы ашылып, 70 оқушыны қабылдаған болатын. Оның ішіндегі 50 орыс қызы және 20 қазақ қызы қабылданған болатын. Қаланың Шығанақ Берсеев көшесінде орналасқан мешіт 1901 жылы өзінің бастауын алып, 1903 жылы аяқталған болатын. Қазіргі таңда осы аудан Татарка немесе Татар Слободкасы деп аталуының себебі татарлардың қоныс аударуы. 20 ғасырдың басында қалада саудагер мұсылмандар саны басым болды. Олардың төлеген салығы қала қазынасын көбейтті. Сондықтан Ақтөбе жеріндегі бекініске қала мәртебесін бергеннен кейін уезд басшысы Сунгуров мұсылмандардың ұсынысын қабылдап, мешіттің қажеттілігін мақұлдаған. Архангель Михайло шіркеуі. Ғимарат 1915 жылы салынған. Ұлы Отан соғысы кезінде эвакуациялық аурухана болды. 1947 жылдан бастап эпидемиологиялық аурухана, содан кейін спорт залы, 1980 жылдары кооператив болды.
ал 1990 жылы ғимарат қайтадан ғибадатхана мәртебесін алды. 1910 жылы ағайынды мекендер ашқан Триумф кинотеатры осы жерде орналасқан. Кеңес заманында Культфронт және Пионер деп аты 2 рет өзгертілген болатын. Қазіргі кезде осы кинотеатр бұзылып, орнына сауда ғимараттар ашылған болатын. Бірақ қазіргідей жағдайы оның мәз емес. Бұл құрылыс 20 ғасырдың сәулет өнерінің басты жаңалықтарының бірі болды. Өзінің оқиғасын 1895 жылы темір жол салу жобасының арнайы конкурс жариялауынан басталды. 1900 жылы басталып, келер жылы Ақтөбеге де жетті. Жол қалаға таяу жерде орналасты. Ақтөбе арқылы өтетін темір жол 20 ғасырдың басты жаңалықтарының бірі болды. Жиырмасыншы ғасырдың бас ширегінде, яғни 1905 жылы салынған бұл сәулет өнері қаладағы ең басты құдықтың бірі болды. Ол негізінен темір жолға қызмет етті. Ал оның қасындағы 1937 жылы салынған сәулет өнері Серғалиев Төлепбергеннің жетекшілігімен салынды. Ол Ақтөбе станциясындағы паровоз депосында бас инженер болды. Бұл мұнара негізінен халыққа қызмет етіп, бүкіл Ақтөбе қаласындағы халықтарға су таратты. Қаламыздың Шоқан Уәлиханов атындағы көшеде локомотив орналасқан. Бұл ғимарат конструктивизм стилінде 20 ғасырдың 30 жылдарында салынған. Сыртқы пішіні паровозды еске түсіреді. Түрлі шекелген әр бөлігі түрлі қызмет атқарады. Мысалыға, ең биік бөлігі дөңгелек тәрізді. Ғимарат қызыл кірпіштен салынған. 1967 жылы ғимаратқа мемориалды тақташа орнатылды. Ал бұл орталық кезінде 30-40 жылдары баланс қызметін атқарған орын болатын. Осы жерде жұмыс істеген Ермекқали Әбенов өзінің ұлтшылдық көзқарасына байланысты қуғынға ұшырағандардың бірі болатын. 1905 жылы Ақтөбе өңірі үстінен Орынбор-Ташкент темір жолы өтті. Ресейдің өз ішінен Қазақстанға шаруаларды қоныс аудару мемлекеттік саясатқа айналды. Қазақстанда отарлық тәуелділікті күшейте түсумен қатар мәдени-әлеуметтік жаңалықтарды әкелді. Соның бірі мектеп жүйесінің тез өсуі. 1915 жылы ашылған Мұғалімдер институты кейінгі жылдары Рентген завод ғимаратына айналды. Кейін 2015 жылдары арай 3 сауда үйіне берілді. 1930 жылдағы Ақтану көшесіндегі Ақтөбе қаласындағы алғашқы емхана ғимараты. Бұл ғимаратта 1918 жылы Ақтөбе қаласының жұмысшылар кеңесі және Қызыл әскери депутаттар кеңесі, кеңестік депутаттар орналастырылды. Сонымен тарих халықпен тығыз байланысты ұғым. Өткенді білмесең, болашаққа жол аша алмайсың. Әрбір ұлт өзінің тарихын білуі міндетті. Себебі ол ата-бабаларымыздың мәдениеті, жерлердің қалыптасуы мен өнуі. Егер ол жоғалса, ол әлеуметтік мінез-құлық формаларының жоғалуы. Біздің мақсатымыз осындай тарихи жерлерді жас ұрпаққа насихаттап, оны құрметтеп өту.